Операциялық жүйелер және жүйелік бағдарламалау онлайн курсының дәрісінің жалғасы енгізу шығаруды басқару. Компьютерлік жүйелерде енгізу шығару операцияларын қамтамасыз ететін сыртқы құрылғыларды үш топқа бөлуге болады. Бірінші, пайдаланушымен жұмыс. Ол компьютер пайдаланушысымен байланысу үшін қолданылады. Мысал ретінде дисплейден, пернетақтадан, тінтуірден тұратын принтерлер және бейне терминалды келтіруге болады. Екінші, компьютермен жұмыс. Электрондық жабдықтау байланысу үшін қолданылады. Оларға диск құрылғылары, USB кілттері, сенсорлар, контроллері және түрлендіргіштер жатады. Үшінші, коммуникациялар. Қашықтықтағы құрылғылармен байланысу үшін қолданылады. Оларға модемдер мен сандық желі драйверлері жатады. Енгізу шығару құрылғыларының арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Тасымалдау жылдамдығы. Ол мәліметтерді беру жылдамдығы бірнеше шама реті өзгеруі мүмкін. Қолданба. Құрылғы қолдайтын әрбір әрекет операциялық жүйенің бағдарламалық жасақтамасы мен стратегияларын әсер етеді. Басқарудың күрделілігі. Басқару интерфейстеріндегі айырмашылықтардың операциялық жүйеге әсер ету енгізу шығару контроллерінің күрделілігінің артуымен азайтылады. Мәліметтерді тасымалдау бірліктері. Ол деректерді байт немесе таңбалар ағыны ретінде және блоктарда тасымалдауға болады. Келесі, деректерді көрсету. Ол әртүрлі құрылғылар, әртүрлі таңба кодтаулары мен паритеттерін қоса алғанда әртүрлі деректерді кодтау схемаларында пайдаланады. Қате жағдайлары. Ол қателердің сипаты, оларды хабарлау тәсілі, олардың салдары мен ықтимал жауаптар бар құрылғыдан екіншіге күрт өзгереді. Мұндай әртүрлілік шын мәнінде операциялық жүйе тұрғысында да, пайдаланушы процестер тұрғысынан да енгізу шығару мәселесіне бірыңғай және дәйекті тәсілді әзірлеу мүмкін еместігіне әкеледі. Енгізу шығару функцияларын ұйымдастыру. Оның үш негізгі әдісі бар. Бірінші, бағдарламаланатын енгізу шығару. Ол процессор енгізу шығару контроллеріне қажетті командаларды жібереді. Содан кейін процесс енгізу шығару операциясының аяқталуын күтетін күйде болады. Екінші, үзілістермен басқарылатын енгізу шығару. Ол процессор процестің атынан енгізу шығару контроллеріне қажетті командаларды жібереді. Бұл жағдайда екі мүмкіндік бар. Егер процестен енгізу шығару нұсқауы блоктамаған болса, процессор енгізу шығару нұсқауын шығарған процестің нұсқауларын орындауды жалғастырады. Егер процестің енгізу шығару командасы блокталатын болса, онда процессор орындайтын келесі пәрмен операциялық жүйеден келеді. Ол ағымдағы процесті блокталған күйде келтіреді және басқа процесті іске қосуды жоспарлайды. Үшінші, жадқа тікелей қол жеткізу. Ол DMA модулі негізгі жады мен енгізу шығару контроллері арасындағы деректер алмасуды басқарады. Процессор деректер блогын жадқа тікелей қол жеткізу мүмкіндігіне тасымалдауға сұраныс жібереді. Ал үзіліс тек барлық деректер блогын тасымалдағаннан кейін пайда болады. Енгізу шығару ұйымының моделі. Операциялық жүйе функцияларын олардың күрделілігіне, сипаттамалық уақыт шкаласына және абстракция деңгейіне қарай бөлу керек. Енгізу шығару ұйымының мәліметтері құрылғы түріне және оның қолданбасына байланысты. Негізгі ол үш логикалық құрылым көрсетілген. Бұл жерде логикалық енгізу шығару, яғни логикалық енгізу шығару моделі құрылғыны логикалық ресурс сияқты қарастырады және құрылғыны нақты басқару мәліметтеріне мән бермейді. Екінші суретте көрсетілген енгізу шығару құрылғысы сұралған операциялар мен деректер енгізу шығару нұсқауларының, арналарды басқару командаларының және контроллер командаларының сәйкес реттіліктерінде түрлендіреді. Үшінші, ол бізде жоспарлау және басқару көрсетілген. Бұл деңгейде енгізу шығару операцияларын нақты кезекке қою және жоспарлау, сонымен қатар операциялардың орындалуын бақылау орын алады. Осылайша, бұл деңгейде үзілістермен жұмыс құрылғының күйі туралы ақпаратты қабылдау және беру жүзеге асырылады. Үстеме шығыстарды
азайту және тиімділікті арттыру үшін кейде нақты сұранысқа дейін деректерді алдын ала оқу ыңғайлы. Бұл технология буферлеу түрінде белгілі. Әртүрлі буферлеу әдістерін қарастырған кезде енгізу-шығару құрылғылары екі түрі бар екенін есте ұстаған жөн: блокқа бағытталған және ағынға бағытталған. Блокқа бағытталған құрылғылар ақпаратты блоктарға сақтайды, әдетте белгіленген өлшемді және блок бойынша деректерді тасымалдауды жүзеге асырады. Әдетте блок номерін пайдаланып, деректерге сілтеме жасай аласыз. Дискілер мен USB кілттері блок негізіндегі енгізу-шығару құрылғыларының мысалдары болып табылады. Жіпті қорғау құрылғылары блоктық құрылымсыз байттардың құрылымданбаған ағындары түрінде деректерді тасымалдауға жүзеге асырады. Екінші бізде ол ең қарапайым түрі бір буфер деп аталады. Бұл жерде пайдаланушы процесі енгізу-шығару сұранысын орындаған кезде операциялық жүйе оған негізгі жадтың жүйелік жадында буфер тағайындалады. Блокқа бағытталған құрылғыларға арналған жалғыз буфер схемасын осылай сипаттауға болады. Біріншіден, енгізу жүйелік буферге енгізіледі. Ол аяқталғаннан кейін процесс блокты пайдаланушы кеңістігіне жылжытады және бірден келесі блоктың сұрауын жасайды. Бұл процедура алдын ала оқу немесе алдын ала енгізу деп аталады. Ол уақыт өте келе бұл блок талап етіледі деген болжаммен орындалады. Келесі бізде операциялық жүйеден қолдаудың ең қарапайым түрі қос буфер немесе екілік буферлеу. Бұл екі жүйелік буферді қолдану арқылы жақсартуға болады. Бұл жерде процесс деректерді бір буферге жинайды, ал операциялық жүйе екіншісін босатады. Бұл технологияны қос буферлеу немесе буферлік алмасу деп атаймыз. Ағынға бағытталған енгізу кезінде біз тағы екі балама жұмыс режиміне жүгінеміз. Жолды шығару кезінде процесті тоқтата тұру қажеттілігі келесі жолды шығару кезінде екі буфер бос болмаған жағдайда ғана туындайды. Байттық операцияда қос буфердің қос ұзындықтары бір буферден артықшылығы жоқ. Екі жағдайда да өндіруші тұтынушы моделі қолданылады. Қос буферлік схема кіріс-шығыс құрылғысы мен процесс арасындағы деректер ағынын теңестіруге арналған. Егер біз белгілі бір процестің жұмысына қызығушылық танытатын болсақ, онда ең алдымен енгізу-шығару операциясы оның жұмысына кедергі келтірмеу керек. Егер процесс жиі кіріс немесе шығыс болса, онда жеткіліксіз болуы мүмкін. Көбінесе бұл жағдайда буферлер санының көбеюі мәселені шешуге көмектеседі. Екіншіден, көп буферді қолданған кезде схема циклдық буферлеу деп аталады. Операциялық жүйе әрбір енгізу-шығару құрылғысы үшін сұраулар кезегін сақтайтын көп тапсырмалы ортадағы әдеттегі жағдайды қарастырамыз. Сәйкесінше, бір дискінің кезегіндегі әртүрлі процестерден енгізу-шығару сұраныстарының белгілі саны болады. Кезектен сұрауларды кездейсоқ таңдайсыз, сонда сізде кез келген тректер кездейсоқ ретпен болады. Бұл өте нашар өнімділікке әкеліп соғады. Бұл жерде, бұл кестеде жоспарлау алгоритмдерінің өнімділігі енгізу-шығару сұрауларының мысалы үшін салыстырылады. Ось диск жолдарына сәйкес келеді, көлденеңі ось уақытқа сәйкес келеді, немесе өткен жолдардың санына сәйкес келеді.